Қайырлы күн. Қара құмық пен етпен тағам әзірлейміз. Етті 4 бұрыштап майдалап тураймыз. Табаға сары майды ертіп, туралған етті салып қуырамыз. Жуаны ортасынан бөліп, жұқалап турап, етке қосып қуырамыз. Чеснок, қасықтың ұшымен аз ғана ащы паприка және тұз салып, араластырып қуырамыз. Қара құмық жармасын тазалап, жуып қосамыз. Бетін тегістеп, мұздай суды құйып, бетін жауып пісіреміз бұқтырып. Гречка жұмсарып, суы тартылғаннан кейін араластырамыз. Тез дайын болатын өте дәмді тағам. Укроп себеміз. Жасап көріңіз, ас болсын.